Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз осындай жасыл шырша салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін алдымен үй жағдайында майонез жасап аламыз. Майонез жасау үшін бізде осындай блендер болды. Осы блендердің ыдысына 2 жұмыртқамызды жарып саламыз. Және оған жарты шай қасық қант, жарты шай қасық тұз және жарты шай қасық қара бұрышты саламыз. Және осылар салып болғаннан кейін үстіне жарты лимонды сығып, лимонның суын қосамыз. Қатты сыққан кезде бұның сүйектері қосылып кетпеу керек. Осылай жарты лимонды жақсылап сығып, суын қосып аламыз. Міне енді қосып болғаннан кейін блендермен оны араластырамыз. Араластырған кезде бірден қатты жоғарға көтеріп жібермейміз. Біраз басып, жай скоростта осылай жаймен басып тұрамыз. Ол өзі айланып, түсі сарғая бастайды. Сол кезде ғана оны жоғарыға көтеріп, бір келкі етіп осылай араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне 200 грамм майымызды құямыз да, және осылай 1 минутқа дейін жылдамдықта, қатты жылдамдықта емес, орташа жылдамдықта араластырып шығамыз. Міне біздің майонезіміз де дайын болды. Салатымызды жасауға кірісейік. Алдымен менде қайнатылған осындай тауықтың етін майдалап 4 бұрышты етіп тураймын. Барлық қоспаларды описание бөліміне жазып кетемін. Осылай қайнатылған тауықтың етін майдалап турап шығамыз. Осындай бір сәбіз, қайнатылған сәбізді де майда теркадан өткізіп шығамыз. Майдасымен өткіземіз. Барлығын өткізіп, бөлек-бөлек ыдысқа салып қоямыз. Одан кейін қайнатылған жұмыртқамызды да дәл осылай майда теркасында майдалап өткізіп аламыз. Барлығын өткізіп, жеке-жеке ыдысқа салып қойсаңыздар да болады. Және де осыдан кейін осындай сырды да осылай майда теркадан оны да өткізіп шығамыз. Осы видеода көргендеріңіздей жасасаңыздар болады. Енді барлығын өткізіп болғаннан кейін жаңағы тураған тауықтың етін ыдысымызға салып, шыршаның бейнесін жасаймыз. Осылай шанышқының көмегімен шыршаның бейнесін жасап аламыз. Міне осылай жасап алғаннан кейін оның бетіне бағанағы жасаған майонезімізді сеуіп шығамыз. Майонезімізді сеуіп болғаннан кейін екінші үстіне бағанағы теркадан өткізген сәбізімізді де үстіне қойып шығамыз. Дәл осылай шанышқымен бір келкі етіп жағы формасына келтіріп, үстіне майонезімізді және тұзымызды сеуіп шығамыз. Және осыдан кейін сеуіп болғаннан кейін оның үстіне бағанағы теркадан өткізген жұмыртқамызды да осылай үстіне сеуіп шығамыз. Жаңағы шыршамыздың формасын бұзып алмауымыз керек. Сол формамен жұмыртқаларымызды да салып, шанышқының көмегімен оны әсемдеп, жөндеп жібересіздер. Оның үстіне майонез жағамыз және тұз жағамыз. Енді оларды жасап болғаннан кейін осындай алманы алдын ала ашып дайындап қоямыз. Алманы да осылай майда теркадан өткізіп дайындап аламыз. Енді жаңағы жасаған жұмыртқаның бетіне осылай алмамызды да салып, бір тегіс етіп формасын келтіріп шығамыз. Міне осы видеода көргендеріңізде жасасаңыздар болады. Енді оның үстіне шым-шым тұзымызды сеуіп шығамыз. Бұл жерде шыршаның формасы бұзылып кетпеу керек.
Дәл осылай енді оның бірінші қабатына сырымызды, жаңағы теркадан өткізілген сырымызды да осылай барлық жеріне сеуіп шығып, қайтадан жан-жақтарын жинап, шыршаның формасына келтіреміз. Енді оның бетін осындай көк шөппен әрлеп шығамыз. Барлық шетін көк шөппен бекітіп, көк шөп болмаса, кивиден де жасасаңыздар болады. Енді менде киви болмағандықтан осындай көк шөпті майдалап үстіне сеуіп шықтым. Және оның бетіне азырақ майонез салып, оның үстіне анардың түйіршектерін, осылай дәндерін қойып шықтым. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша әртүрлі етіп әсемдеп жасасаңыздар болады. Менде енді осындай болды. Осылай анардың дәндерін қойып, осылай шырша салаты шықты. Өте дәмді, көрінісі де әдемі. Сіздерге де кеңес беремін, осылай жасап көріңіздер.